баяғы өткен заманда бір жарлының қозысы, 3 ешкісі және тораты болыпты. Олар өз бетінше жайылып жүреді екен. Сен торатым орманның жиегіне, ал ешкілер дөңнің ар жағына жайылыңдар. Ал сен, қошақан, әлі кішкентайсың, адасып кетесің, сондықтан үйдің маңында жайыл. Мен енді кішкентай емеспін, адаспаймын. Сен қозы кішкентайсың. Сенің орның үйдің маңы ғой. Көреміз әлі, қайсымыздың жақсы жайылым табатынымызды. Мен енді кішкентай емеспін, адаспаймын. Ей, қозы, сен неге мұнда келдің? Еміз ұрсады ғой. Байқа, өз білермендігің үшін ең жазалап жүрмесін. Мен ең шөбі шүйгін. Су тынық шалғынды табамын әлі. Ол тек менің жайылымым ғана болады. Қозы, мен сені жеймін. Жоқ, Қасеке, сен мен жемеші. Мені жегеннен етім аз, тоймайсың. Мына дөңнің ар жағында ешкілер жайылып жүр. Олар әрі семіз, ірі, бар, соларды же. Жарайды. Ешкілер-ау, ешкілер, мен сендерді жеймін. Бізге тиіспеші, Қасеке. Әне, ана орманның жиегінде ат жайылып жүр. Оның еті біздікінен әлде қайда мол. Соны жесеңші. Жарайды. Міне, өлшемей-ақ көпке жететін нағыз олжа екенін біліп тұрмын. Ол таусылғанша қозы өсер, ешкілер де семірер. Торат-ау, Торат, мен сені жеймін. Сен қасқырсың, ал мен атпын. Ғасырлар бойы бізді азғы етіп келесіздер. Өз тілегіңді орындар алдында, менікінде орындарсыз. Қандай тілегің бар? Баяғыда әкем, түбінде сені қасқыр жейді. Жесе тұяғыңнан бастап жегіз деп сәуегейлік айтып еді. Алдымен осыны орында, бірақ алдымен дұға оқып, сосын жеңіз.
Жарайды. Бұл қиын емес. Ары бұрылда тұяғыңды соз. Қайран аңғал басмай. Қозыны сонда жесемші, шыбышты сонда жесемші, атты сонда жесемші, қарным тойып кекіріп, шүкір десемші, алдамшының сөздері жанды майдай ерітті. Сопық сап сопайып, дұға қылдым не бітті. Торат болған жайдың бәрінде қожайынына айтып берді. Әй, қозы, сен неге өз басыңды ғана ойлайсың? Ешкілерді неге аямайсың? Мен кішкентаймын, әрі мүйізім де жоқ. Ал ешкілер болса үшеу. Ал, сендер неге қасқырды Торатқа қарай нұсқайсыңдар? Қожайын, сіздің торыға мініп талай рет қасқыр аулағаныңыз есімізде. Сондықтан торы ержүрек жылқы ғой. Бір амалын табар дегеніміз еді. Жарайсың, торым, бәрінде сен құтқардың. Бәлем, қолыма түстіңдер ме? Бүгін жандарыңда ат жоқ екен. Ендеше сендерді жеп алайын. Енді біз бір өзіміз ғанамыз. Құтылудың жолын өзіміз ойлап таппасақ болмайды. Қанеке ешкілер, үңгірге жүгіріңдер. Алдыңғы аяқтарыңды үңгірдің төбесіне тіреп тұрғандай түр көрсетіңдер. Бүгін шаруаларың бітті. Бәріңді де жеймін. Ой, Байқасеке, байқаңыз. Мына өңгірдің төбесі опырылып тұр. Онда бәріміз де өлеміз. Қасеке, сіздің күшіңіз мол ғой. Төбені біраз түре тұрыңызшы. Ал біз біраз демалып алып, сізге көмектесеміз. Сосын бізді шерсіз. Ал бауырлар, қасқыр әлі ақылын жиғанша қашып үлгерейік. Біз сонда қасқырға төбені тіреп тұруға көмектеспейміз бе? Ендеше сен қалып көмектес. Біз кеттік. Қасқыр төбені ұзақ тіреп тұрды. Біраздан соң өзінің алданғанын сезіп, бұл жерден безіп кетті. Тағы алдандым. Білімнің аздығынан болды. Шетелге оқуға кетем. Ондағы білім жақсы дейді ғой. Қожайын әңгімені тыңдап болған соң, қарқылдап күліп былай дейді. Жарайсың, қошақаным. Ойың кішкентай, мүйізің жоқ болғанымен ақылды екенсің. Жарайсың.